Жамбылдағы облыстық штабтың көмегі арқылы әлемдік індет кезінде Ресейде қаржысыз қалған екі тараздық жерлестеріміз елге жеткізілді. Алексей Ташков пен Виктор Логинов қалтадағы ақшасынан қағылып, ел шекарасындағы карантин блокпосттарынан әзер дегенде өткен. Сөзінше тіпті 2 апта солтүстік Қазақстанда жүруге мәжбүр болған. Карантин уақытын бітіріп, тест сынамаларын тапсырғаннан кейін Жамбылдағы облыстық штабқа хабарласып көмек сұрайды. Карантин кезінде біз ақшасыз қалдық. Әрі қарай не істерімізді, үйге қалай қайтарымызды да білмедік. Бізді қиындықта қалдырмаған Жамбыл облыстық әкімдігіне рахмет. Спасибо нашему акимату. Облыс әкімдігі бізге арнайы автобус жіберді. Петропавлдан Таразға дейінгі барлық блокпосттан еш кедергісіз өттік. Облыстық жедел штабтың өтінішіне Тараздағы ірі автотасымалдаушылар құлақ асты. Осы уақытқа дейін де олар бірнеше эвакуациялық рейс тасымалдаған. Вчера мы привезли 100. Біз осыған дейін де Алматы, Шымкент және Нұр-Сұлтаннан жолаушы тасымалдадық. Сол рейске шығып жүрген жүргізушілерге алғыс айтқым келеді. Олар кейде 4 тәулікке дейін жолда болады. Бұл жағдай тезірек аяқталып, бұрынғы режимге қайта ораламыз деп сенемін. Ескертейік, Жамбыл облысында күшейтілген карантин режимі жарияланды. Облыстық штаб тарапынан рұқсат берілген көліктерден бөлек жеке авто мен қоғамдық көліктердің қозғалысына тыйым салынды. Ақсәуле Абтай, Миржан Ерболатов, Тара 24.